Қайырлы күн. Бүгін біз көзге, қабаққа және қасқа арналған массаж жаттығу жасаймыз. Егер сізде бір көзім үлкен, бір көзім кішкентай, немесе бір қасым жоғары, бір қасым төмен деген сұрақтар мазаласа, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыз. Олай болса, кеттік. Ең алдымен қолымызға міндетті түрде май жағып аламыз. Бұл жаттығу маймен жасалады. Енді дәл солай бетімізге де жағып аламыз. Енді алғашқы жаттығуымыз, массажымыз самайға арналады. Қас пен көзіміздің екі жағын осылай жайлап, шаш тұсына қарай сипалап, тартып массаж жасаймыз. Бұл көз жанындағы майда жүмдерді кетіруіне септігін тигізеді. Дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Сондай-ақ теріні жай сипаламаймыз, осылай басын құрап сипалаймыз. Енді шынтағымызды столға тіреп, бас бармағымызбен көзіміздің жоғарғы бөлігіндегі бұлшықеттерді 15-20 секунд осылай басып ұстап тұрамыз. Бұл көздің жақсы көруіне, сондай-ақ көздің шаршағанын басады. Көздеріңізді жұмып алсаңыздар болады. Енді дәл солай көзіміздің астын басамыз. Мына сүйекті басамыз осылай. Жоғарғыдағы сүйекті басамыз.
Енді сұқ саусағымызды осылай ілгіш жасап, қасымыздың үстінен басып жүргіземіз. Енді қабаққа, көзге массаж жасаймыз. Ол үшін осылай қолымызды қайшы жасап, қасымыздың екі жағынан осылай сипалаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Енді саусағымызды осылай жиырып, маңдайымызға массаж жасаймыз. Енді дәл солай көзіміздің астына да массаж жасаймыз. Осылай домалатып жүргізіп, құлағымыздың артынан төмен қарай түсіреміз. Және соңғы массаж, осылай басымыздың барлық бөлігіне массаж жасаймыз.
Сонымен бүгінгі массажымызды қорытындылайтын болсақ, бұл массаж көздің және қастың асимметриясына арналады. Сондай-ақ бұл массаж әжімдерді кетіреді және сіздерге өте жақсы көңіл-күй сыйлайды. Ең бірінші жаттығуымыз біз самайға арналады. Осылай 15-20 секунд. Келесі біздің жаттығуымыз көздің бұлшық еттеріне арналады. Көздің жанындағы сүйекті мынау, соны басамыз. 15-20 секунд. Келесі жаттығуымыз қасқа, қабаққа арналады. Оны осылай екі саусағымызбен жайлап, екі жаққа сипалаймыз. Және де қасымызды, қабағымызды көтеру мақсатында осылай басып, сипалап тартып, екі жаққа бекітеміз. Сондай-ақ маңдайымызды ұмытпаймыз, өйткені біздің барлық бұлшық еттер осы маңдай арқылы, шаш арқылы бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан да маңдайымызға массаж жасаймыз, көзіміздің астына массаж жасаймыз және басымызды толықтай массаж жасаймыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ міндетті түрде каналға тіркеліп бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.